Оу, Дидар. Дидар. Қайдасың, ей? Апамның көзінен сәл таса болдың ба, міне осы. Айдың күні аманында өстіп жоғалтып алады да отырады сені. Жаным-ау, әгінде ғана шықпап па еді? Шықса не? Шықты, бықсып отыра беруің керек пе екен? Мынау шілденің май-тамыз күнінде есік терезені қымтап қойып, үй үстін қатқан қара күрең шайды 3-4 сағат тартатын оларға ма, жасырарым жоқ, өз басым ілесе алмаймын. Көнбіспін деуші ем, оным қате екен. Жаңа да сол барымша шыдап көргем, 2 шыны аяқ ішуге төзімім әрең жетті. Қан сорпа терге түстім. Есікті ашайын десем болғана апам ойбайын салады, шаншулатасың жап деймін. Құдай шіркін-ай. Қоян аяғын жеген неткен тынымсыз ең. Бүгін бір шай ішейін дегенде көлеңдеп жүріп алдың ғой деп тақымдасынай кеп мені. Күндегі ішіп жүргендері шай еместе я. Дидар. Қап, болма. Құдай ақ адам болмайды. Көрдің бе адам болмайды деп отырғанын? Институтқа бармай қалғанда мен жігіт едім. Кейде зығырданым қайнап, совхоз орталығынан 1 ай бойы келмей осы жатып алсам ба деймін. Ай, осы көкем бар ма, сода бір үндемес. Неменеге үнсіз мықырайып отыр. Аузын ашса апам төбесіне от жақпайды ғой. Қой, балжан үйдеме. Мектеп бітірді. Сойдауттай жігіт емес пе, ендігің ұят. Үйіміз ауылдан шалғай болғанмен өзен бойы ғой. Дауыс Дария бетін қуалай ұзап, арғы жағадағы тоғайда жаңғырығады. Қайтесің айқайлай беріп, біреу-міреу жол жөнекей соға қап естісе, не дейді бұныңды? Анау бәкеннің бір ер жеткен баласы атанасын сыйламайды екен. Құдайдың құтты күні қақсатады да жатады десе саған жақсы ма деді бар ой көкем, апам жым болады. Обалы не керек ол салдырлақ, тынымсыз демесең сөзге тоқтайды. Өңмендеп кеп буынсыз жерге пышақ ұрмайтын. Өткен жылы күздікте мені үйлендірмек болғандары да есімде, аулау үріп ауызға салғандай өзі. Қандай ибалы десеңші. Үлкеннің алдынан кесе көлденең өтпейді ау, өтпейді. Қолынан іс келеді. Оқыған, тоқыған дегеніңнің өзі сол. Әне көргенді үйдің баласы керек болса. Түсіріп алсақ қайтеді, Дидар жан. Садаған кетейін деп еді олар. Көнбедім. Көнбегенде сол тосыраңдамай жай айттым. Сүймеген адамыма мені қинамаңдар, көңілдерің қалар дедім. Апам жүзіме бағдарлай қарап тұрды да, оның да жөн шығар деп көніп қалды. Қой, бұл жүгірмек пе? Құдай-ау, зым қайым қайда жоғалып кетеді ол. 10 жасағыр директор бұған трактер тізгінін беріп, көсегемізді көгертет деп жүрсің ау. Ятқа қалдырмаса иге етті. Қайдам. Баяғы сол салдыр салақтығы. Трактерлеріңді опат қып, жер соқтырмаса не қылсын? Әне көрдіңдер ме? Салдырлап сөйлеп жүр. Жұмыс деп жатса да, оның аузына бір тыным болмас. Жер шылапшынды құм топырақпен ысқылап сүртіп қойған, енді самауырынның күлін қағып жатыр. Сонсын үйдің қарсысындағы, іргесінде мен жатқан қорадан тезек алып шығады. Анау үйдің алдындағы қазандықтың төңірегін мұнтаздай ғып сыпырып, Ләйліге су әкел деп айқайлайды. Өзі қазанды қырып, ас салады. Оң жақ мүйізі сынық қызыл сиырымыз бар. Оның да өрістен қайтар уағы боп қалды. Үйдің сыртында жайылып жүрген 2 қозымен бір бұзауды айдап әкеп қораға кіргізу керек. Шөп арасында қыт-қыттап жүрген тауыққа жем бермесе бола ма? Осының бәрі менің апамды күтіп тұр. Ол әлі сөйлеп жүр. Оу, Дидар жаның әкесі ау, жаман қайықтың кеттік тесігіне ертеңді кеш сығыраңдап оны-мұны тықыштай бергенше ана балаңа сенде бір көз салсаңшы. Ода үй шаруасына қарасын үйренсінде. Бұ не? Дүниеде мынау алдыңдағы қарамай мен ескі қайықтан өзге тіршілік бар ма? Әй кемпір-ау, осыныңды кешке ас үстінде айтсаң қайтеді. Қарбаласта тас кенедей қадала қалатының бар сенің деп көкем гүр-гүр етті. О, Құдай ұрсын сені. Кешкесі несі? Көкем мойнын жалқаулау бұрып, қазан тазалап жатқан апама қалың қабағы түксие қарап тұр. Сен кемпір, мені кейтетін шығарсың деді ол, самарқау. Апам ығыса қойған жоқ. О, Құдай, қиратарсың. Ләйлә. Со көйлегі құрмағырыңды кешкеде тікпеймісің? Шаншыла қалғаның не? Апам өзі бір шаруа істесе төңірегіндегілерді тыныш отырғызбайды. Әне, қазірде сол әдеті. Әй, апа! Неге кейдің, мен мұндамын ғой.
Екі беті бал бұл жанып Ләйлә үйден жүгіріп шықты. Апамның көзіндей жанары қапқара, кірпігі ұзын. Қуанса да, ренжісе де, бәрі көзінде. Ұшқындана лаулап кетсе, енді бірде тұңғиық тұна қалады. Көз айналасындағы болмашы көлеңкеде бір түрлі сүйкімді. Жүзінің ақтығы көкеме тартқандығы дейді көрші қолаң. Сол рас. Совхоз жігіттері Ләйләні көргенде маған қалбалақтап қалатындары бар. Сырласып, дос болғысы келетіні не десем, қарындасым ел көзін сүріндіргендей боп қалған екенде. Тоқтай тұр. Ләйлә. Ботам, әлгі аға болмай кеткіріңді тауып келші. Анау бір қораның алдындағы томарды ұсақтап таста дейін деп ем. Көрдің бе ұшты күйді жоғалғанын. Тағы да сол өзен жағасындағы су перісін күткендей селтиіп, қармақ қалтқысын бағып отырған шығар. О, Құдай, тоба-ай! Елдің өзіндей балалары үй боп, немере сүйгізіп отыр. Бұл шіркін әлі сол күйі далақпай. Түкпен ісі жоқ. Апам сөйленіп жүр. Әне ол сиыр қораға кіріп, көктемде шақпақ қантта етіп ойылған сары қиды алып шықты. Қазандық басына апарып тастай беріп, үйге кіріп кетті. Сол сәтінде мен де жатқан жерімнен тұрып, түк білмеген жандай келдім де томарды балталай бастадым. Айқара құшақ жетпес жуан томар балтаға бола қоюшы ма еді. Менікі де әншейін апам үйден шыға қалғанда мұстеп жатқанымды көрсін, сонда не дер екен дегендік тұғын. Апа, Дидар келіп ағашты ұсақтап жатыр. Ісімді тіге берейін бе? Қане? Әне. Енді менің керегім жоқ қой. Ту сыртымнан үн-түнсіз кеп тұрғанын сейсем де артыма бұрылып қарамай құшырлана балталай бердім. Ағаш жаңқасынан айналам көлгөсір. Неге екенін қайдам, табан астынан жүрегім лүпіл қағып қоя берді. Бәлкім ол апамның артымда үнсіз бақылап тұрғанынан да шығар. Кірш етіп томарға кеп шабылған балтаны қайта көтермей, қол сыртымен маңдай терімді сыпыра тастадым. Түк сезбегенсей шалқақ тұрған күйім білек жеңімді асықпай шынтақтан асыра түріп жатырмын. Сабырлақ болғым келеді. Ыңылдап бір ән әуенін қайырмақ та ойым бар. Әйтсе де үнім шықпай, тамағым жыбырлап жөтелетін сияқтанам. Не екені өзіме де жұмбақ әйтеуір бір нәрсені күтем. Құлыным-ау. Тұла бойым шымырлап қоя берді. Асыға аптыға жалт қарадым. Шексіз бір ұшқынды мейірімге толы екі қара көз шарпып алды. Жанымды жаңа шаттық билеп, мынау таныста, ыстықта ұмытылмас нұр айдында жүзіп жүргендеймін. Анашым менің дей бергім кеп кетті. Өзімді шақ ұстап үлгірдім. Садаған кетейін-ау, күнәкер басым жазықсыз, жазғырғам екемде. Ой, айналайын. Қайда кете қойып едің? Білем. Айтпай-ақ қой. Деміңді алшы. Айран ішемісің? Ләйлә. Ау. Ақты әпкеші. Торсықтағын емес, таңертеңгі қойғанымнан. Деп апам менің жаныма кеп отырды. Бүгін ертеңгісін бетінің қаймағын алмай пісіріп, аштып қойған айраны. Уфы. Құлыным-ай, саған ұрсып, тынышыңды ала берейік дейміз бе? Арқа сүйегендік те біздікі. Соның өзіне де кәдімгідей кеңіп, бір жасап қаламыз. Әке мен ана көңілі дегенді сен қара тентек қайдан білейін деп едің. Әлі білерсің де. Құдай ғұмыр жасыңды ұзақ етсін де. Әкең болса анау 2 күннің бірінде белінен шойырылып жатып қалады. Сен келгенсің ғой, со басын көтеріп жүргені мәйек 2 қоюға Ләйләжан шығады. Қате боп суға кетіп қалама деп ақ үрейім ұшады. Міне, апа, айран. Ағаңа бер, төбемізден ұстамай. Тікбақай ботамай, иілсейші деп апам Ләйләнің кісіге айран ұсынғаны көңілі толмай қалды. Әрине, түсініп отырған шығарсыздар, ол кісіңіз менмін ғой. Жеңілтектік көрсетпей, ағалық бір байсалды қалыпқа түсіп қалған жайым бар. Сезем, Ләйләға оным ұнап тұрған жоқ. Көрдің бе астыңғы ернін тістене бергенін. Жалпы мені аға деп сыйлай қоймайтыны рас. Апам білмесе ұрыспайды ғой. Қазір ол амалсыз. Мен де сонысын пайдаланып отырмын. Жөткіріне еңсемді көтеріп, мұрнымның тұсына келген зерең аяқты самарқау алдым. Қалай екен, бала, әдегендей Ләйләға табалай езу тартып ем, ол тілін шығарып келемеждеп кетті. Көрдің бе, әне? Жақсы, жаман болайын, мен онан 2 жас үлкендігім бар емес пе? Ағамын ғой. Өз-өзімнен булыға тымырайдым да қалдым. Бір жерің ауырып отырған жоқ па, құлыным?
Қабағыңда кірбің бар ғой, деді апам жүзіме үңіле. Ләйләға ренішім өз алдына, бір жағынан мынау алдымда әлі ұсақтала қоймаған ағашта жыныма тиіп кежегем кері тартып отыр еді. Апамның септігі тиіп кеткенін қарашы. Ойбай-ау, басым сырқырап барады дей салмай, несіне тартынам. Апам менің бірден жауап қата қоймағанымнан да үркіп қалған екен. Құлыным-ай, ауырып тұрмасаң игі еді, деді де ол маңдайымды ұстап, бетіме жаутаңдай берді. Иә, апа. Кешеде сол түс ауа басым солқылдап ауырғандай болған. Қазір тіпті сырқырап барады. Дегенмен қайтер дейсің, қалған анау ағашты. Уф! Деп терең күрсініп дем жетпеген адамдай отыра кеттім. Маңдай терімді де сүртпей, көзімді кіртите, дел сал адамның күйіне түстім. Көлденең кісіге менің мына түрімнің қандайлық әсерлі боп шыққанын қайдам. Бір айналыста Ләйләға көз жүгіртіп ем, көңілім қоңылтақ қалды. Алақанымның сыртымен аузын көлегейлей жымыңдап тұр екен. Көрдің бе? Аңдығанымен. Өзімнің күйіне бастағанымды сезіп, Ләйләні ойламауға тырыстым. Әйтпесе қабағым түксейіп, ауырған адамнан гөрі бас бұзар сотқарға ұсап кететін түрім бар. Мені тағы да соған ұсатып жүрген кім дейсіз? Ләйлә ғой. Болмаса ашу үстіндегі өзімнің қандай екендігімді қайдан білейін? Қабағымды кіржите. Қой, не отырыс? Қалған ағашты ұсақтап тастап, бір жолата демалайын. Кешке қарай бригадаға жүрем ғой, дедім. Ауырып отырсаң қайтесің, құлыным? Асқындырып аларсың, жат. Тынық, жаным. Келесі келгеніңше тамызықтығымыз бар ғой. Садаған кетейін-ай, ауырып қалмасаң жарар еді, деп апам құрақ ұшты. Уа, шал. Бермен келші. Ләйлә деймін. Ботамай жүрсеңші тез, жастық таста, деді ол аптыға. Іле қоярда қоймай мені де орнымнан тұрғызып, қолтығымнан алды. Күбір-сүбір сөйленіп қояды. Күн түспеске терезелерді тұмшалап қоятын. Сонан ба білмеймін, бөлмесіз тартып, сап-салқын бон тұрады, кейде болмашы шаң иісі де сезіледі. Ол әрине киіз алашаның үстін сыпырып шығысымен ауа қақтырмай терезені, есікті бірден жауып тастағаннан. Осы қазірде шаң иістеніп, бөлме іші тастай қараңғы боп тұр екен. Апам табалдырықты аттай бере, бір нәрсені қағып кетті, әлгі даңғыр-доңғыр ете қалды. Есіктің көзіне жез шылапшынды қойып жүрген қайсың? Ләйлә. Қайдасың? Ертеңді кеш терезені қымтай бермей ашшы. Қоқырсытпай анау тігіп жатқаның бітпейтін немене сонша? Ләйлә апамның алдынан қылаңдай ете шықты да, терезенің қағазын алды. Күнге қорап сарғыш тартқан газеттерді қаудырлата бүктеп жатыр. Көзінің астымен жалт етіп, мен жаққа қарап қояды. О, сен өзің болмасты ермек қып жүріп алдың ғой. Енді қашан? Апам өмірі біреудің істеген ісіне көңілі толмай тұғын. Ләйләнің пысықтығын жақсы көргенмен де, жайбасарлығына ренжіп отырушы еді. Қазірде шыдамы жетпей, жұлқына жүк аяқтың үстіндегі көрпе жастықты жерге тастай бастады. Әне міне дегенше төсекте салынып болды. Жатып аз кем дамылда. Мен әлгі тамақ қамын істейін, құлыным. Азар болса, сол жұмысыңды да бүгінше қоя тұр. Жаныңның садағасы. Жүр. Жүр, Ләйлә. Көп аялдамай ол Ләйләні ілестіре ауыз үйге шыға кетті. Адам жаны деген қызық-ау. Әлгінде бой күйіздене дел сал боп, көңілім оңашалықты, осындай бір тыныштықты қалағандайтын. Тіпті апамның байбалам даусынан басым ауырғандай да еді. Енді міне бір түрлі елегізіп ішім пысқандай болады. Ұйқымның да қайда қашып кеткенін білмеймін. Ауыз үйдің есігі шалқақ ашылған, ар жағынан көкем көрінді. Басын төмен сап, сол баяғы бір таныс ойлы қалпы. Ойлы адамның аз сөзді, аңқылдақтардың салдырлақ келетіні несі осы деп кейде әкемді есіме алам. Ода мінез бе? Әне бір тұйықта емес қой көкем. Өткенде бір лапылдап кеп, өзен су шаруашылығының агентін жеп қоя жаздағаны бар. Ол сол үнсіз қалпы жаныма кеп отырды. Жүзінде абыр-жулық жоқ. Сабырлы салқындық қана. Басың қалай? Салқын ғой басың. Өтірік ауырып жатқан жоқсың ба? Деді ол төмен қарап қалған менің бетіме үңіле түсіп. Сығырайған қиық көздің қара шығынан әкелік мейірім ғана емес, мен бұл жолы тағы да бір өткір, бұлтартпас ұшқын көрдім. Ол бейне сенің жан дүниеңді шарлап бүге-шігесіне дейін қалт жібермей біліп отырғандай еді. Осымен әкем алдында жалтара алмай бишара күйге түсетінім не?
Ода болса жігерсіздікте, басқа не дейсің? Тек әке алдында солай ма екем? Жалпы. Затым ынжық адаммын. Апам, әлі жас құлыным дейді. Қайдағы жас? 20-ға биыл күздікте шығам. Жас дегені несі? Әкеме қарап едім, жан қалтасынан темекісін алып, бармақтай қып орап отыр екен. Бір жақсысы адамды неге үндемейсің, деп асықтырмайды. Бұрнағы жылы ғой дейім ұмытпасам, көкем мені мая қоюға жұмсады. О кезде мектеп-интернатта жатып оқып жүрген уағым. Көктемгі каникулға келгенім сол ғанады, далаға шығуға бетімнен басып, Дюманың «Үш мушкетер» романын оқып жатқам. Және де кітаптың ең бір қызық жеріне келермін бе? Тап сол арада әкемнің мені қинағаны. Өмірі тілін алмаған кезім жоқ еді, амалсыз кітап бетін жаптым. Албардағы ескекті алып, өзенге қарай жүре түстім де, шыдамай кері қайттым. Қалай тез оралдың, Дидаржан деп еді апам. Үйде жылы жерде отырған адам заулап өтіп жатқан уақытты біле ме дегендей бұртаңдап, жөн жауап қатпай, әлгі кітабымды қолыма қайта алдым. Әрине, апам енді сенді. Көкем ауыз бөлмеде май шамның шырығымен 4 өрме қамшы өріп отырған. Жаңағыны тастай сап, үнсіз киініп, шығып кетті. Өтірігімді біліп қалыпты. Сонан түн ортасы ауа оралды. Үсті басым алмандай су. Қабағы қар шабылып, еңсесі түсіп кеткен екен. Мен бір пәле болды-ау деп шошынып ем. Жоқ. Аман. Ренжігендей ештеңе сезілмейді. Өтірік айтқанша бармай-ақ жатпаймысың. Сенің кесіріңнен бар жалы кеме қайырлап қалса, не ескек винтін сындырса өстіп, екі құлағың салбырап отырар ма ең? Көкемді түк аямайсың. Жаның ашымайды деп Ләйләнің қызарақтамасы бар ма? Ойпыр-ай, мұндай саспаспын. Әрі Ләйлә ұялтады екен деп ойласамшы. Түк қаперімде жоқ ол. Бұлан-талан кейіпте алмадым. Жер шұқып отырдым да қалдым. Шыдамсыз апам екеш, ода бұл жолы құлақ кескендей жым боп жүр. Бәрі де дәнеңе емес-ау. Дүниеде әке реніші қатты батады екен жаныңа. Көкем 3 күндей тілдеспей, тіпті елемей қойғанда іштей ерегісіп мен де жүріп алғам, оның көпке жетпеді. Ертеңді кеш қол қусырып кеп отырам. Әрі кеткенде сол төрдегі құрақ көрпешенің үстінде шал жиып жатып алам да, қалақ домбыраны тыңқ-тыңқ шертіп қойып иелім-айды айтам. Құрысын бүйткен мысық тіршілік. Жынданып кете жаздадым. Түсім бұзылып отыр, Дидаш, қалайсың, деді көкем жауырыныма қолын сап. Ойым бөлініп кетті. Жоқ, көкей. Тәуірмін. Қолындағы шылымының күлін есік жаққа қарай сұқ саусағының ұшымен шерте қағып жіберді де, сол бір ойлы қалпы сәл үнсіз отырып қалды. Көкемнің самай шашы ұйпа лақтана тікірейіп кеп сақалымен жалғасады екен. Қырынан қарағанда кәдімгі бакем барды. Көзі болмаса жалпы әкем қазақ шалынан гөрі қара бұйра сақалды цыгандарға көп ұқсайды. Бізде бір қу бар. Сапарды айтамда. Оған салсаңыз менің әкемнің жоталы мұрны да қазақтық емес, Америка үнділерінікі. Иә, солай деп жеңістік бермей. Өзге біреу сөйлей қалса әжуалап, ит сілікпесін шығарар едім. Бұған келгенде тілім байланып, тіпті ол білмейді екен деп ойлайды алмаймын. Сол сабазың әрі кеткенде, совхоз орталығынан 6 шақырым жердегі қалада болған шығар, ал Астана көрмегені кәміл. Америкалық үндіні өңі түгіл, түсінде де көрмегені белгілі, әрине. Мектепті бірге бітіргенбіз ғой. Осының бәрін біле тұра кәдімгідей сенем әлгіге. Үні бияз-ақ. Ол бір әңгімені бастарда көзі ойнақшып, алдында отырғандарды арбап, тілеулестікке шақыра шыбын шіркей қыдырар еді. Өз дегеніне жеткен кезде қоңқақ мұрны имие түсіп, салқын сабырлылық әбден сорып алған, сөлсіз бүйрек беті бүлк етпей қалады. Тыңдаушының аңқау көңіліне сол сәтінде дүниеде жоқ, үрей ұрлана кіріп, жанын тұтқындай бастар еді. Ала сорып, жаутаңдай жалғыз сыраған кезіңізде, манағы бір өзіңіз айырылып қалған жүрегіңіздің қуаныш ұшқынын қайтып беріп, сүйіспеншілігіңізге бөленеді. Көңіл кілтін табу деп ел осындай шешенді айтады да. Ғаламат. Мен бір тілшінің де сөйлегенін көргем. Міңгірлек дегендей танауының астынан мыңқылдап тұрған. Сапарға қарағанда қайда ол? Дидаржан, деді көкем сыбырлай. Мені ұйықтап кетті десе керек. Мен өзенді бір сүзіп келейін. Сен, жаным, алаңсыз демал. Көз іліндіріп ал, ең болмаса.
Шаршап отырсын ғой. Мен жоқ, көке дегенше ол аяғын ұшынан баса шығып та кетті. Көкемнен кейін көпке ұзамаған сияқтымын. Тақылдаған мотоцикл үннен шошына басымды жастықтан жұлып алдым. Жауырыным құрыстап, оң қолым астыма бастырыла үйіп қалыпты. Сырқырап жанымды шығарып барады. Тпа деп ептеп уқалап ием сәл басылғандай болды. Отырған күйім бұлай жұлқынып қантаратқансып жатырмын. Есік сықыр ете түскен, біреу қылаңдай кіріп келді. Бұл кім жаным-ау? Табалдырықтан бермен жарыққа шыққанда ғана таныдым. Ләйлә. Кәдімгі өзіміздің Ләйлә екен. Терезе жақ беттен күн ауып кеткеннен бе, үйдің іші ала көлеңке. Ол менің ояулығымды аңдамаған ғой деймін. Жарыққа бір қырын қарап тұрған күйі тарқатылған бұрымын асыға өріп, аула ішіндегі дабыр-дұбырға елегізе құлағын тігеді. Жүзі сәл қуқыл тартып, қара көзі үлкейе түскендей. Күн ұзағына қолынан тастамай жүрген көгілдір кіреп жүржет көйлегін қынама бел қып тігіп тіпті киіп те алыпты. Келген кім, Ләйлә? Деп едім, ол менің осы бөлмеде екендігімді мүлде ұмытқандай үрке жалт қарады. Иығынан төгіле алдына түскен қос бұрымының бірін жауырына қарай серпіп тастап, маған: оятып жібердім бе сені? Деді. Даусы апамның үндей жанымды елжіретіп, сүйкімді шығып кетті. Жоға, Ләйләш. Өзім ояндым деп онан әрі қандай жылы-жылы, бауырмал ағаға ғана тән сөз айтсам дегендей іркіліп қалдым. Бар тапқаным, көйлегің әсем тігілген екен. Өзің кереметтей шеберсің ғой дедім. Мұным Ләйләға ұнаған сияқты. Қымсына сырт айналып кетті. Айтпақтайын, келген кім? Ер тұрлы. Міне ғажап. Ләйләнің үні баяу, дірілдей шықты. Кәдімгідей қобалжып тұр. О несі-ай? Даладағы дауысқа елеңдеп, есікке еліктің лағындай үрке қарайды. Өзіне таңдана, қадала қалғанынан қымсынды ма, әлде қазіргі өз күйінің ерсілігін сезінді ме, сол иығынан құлап түскен бұрымын тарқатып асыға қайта өре бастады. Алдындағы айнаға көзінің астынан қылымси, кәдімгі үлкен қыздардай-ақ сүзіле қарап қойып тұр. О, шөп желке-ай. Сән ойын қарашы. Ажуалағым кеп бір оқталдым да, ізімше онымнан айнып қалдым. Тіпті өзіме сондай ойдың келгеніне қысыла, дәрменсіздігімді сезіндім. Әрі Ләйләштайды аяп, осынша күйге түсірген жаннан қызғана бастадым. Ер тұрлы де. Сол ит пе ед, тәйірі дедім. Үнім баяу, күмілжей шықты.